Сәлем достар, сіздерге мен Расул Қалымжан. Біз бүгінгі видеода президент боламын. Міне, мен елдің президентімін, көріп тұрсыз, Қазақстанның. Енді мен жаңа заң қойдым. Кім подписка етпейді, соған 1000 жыл түрмеде отырады деген заң қоямыз. Солай, короче. Вот. Солай, міне біз Қазақстан көріп отырсыздар. Міне Қазақстан елі. Енді біз Қазақстан елі көбейе береді. Көбейеді. Ризабет адамдар. Енді біз бүгінгі видеода мына Монголияны жоятын боламыз. Не мына Монголияны? Не мені жаймен деп ойлайсың ба? 320 алмаз бар, бұл жетеді. Ура! Міне, жаңа ел. Міне, біз міне. 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 Мынау Қазақстан. Не жаңа Қазақстан. Вот. Ой, мен қайқа кетті. Не Қазақстан. Жаулап алдық. Біз жаулап алдық. Солай. Кетіңдер, өлсе де өлсін. Енді біз Қырғызстан жаулайтын боламыз. Қырғызстан саған бітті. Или Түркменистан жауықты. Түркменистан тек керек емес. Не үшін жүр? Алмаз қалады, алмазға. Сол алмазға. Индия. Түркменистан жауладық. Енді бізге Индия келе жатыр. Индияның адамдарын көрсем. Стоп! Афганистан фу оскорбить. Жоқ, Афганистан жоқ. Жауып кетті. Жаңадан бастаймыз. Монголияны жаулаймыз. Маған бәрі Индияны оскорбить ете берем. Вот, наконец-то жауладық. Енді Қырғызстан керек. Қырғызстан фу. Біздің для нас это честь. Өзбекстан жауласақ сүйеу бар. Бірақ Қырғызстанның да адамдары өте мықты. Мықты. Бірінші Қырғызстан жаулайық. Уже ақша жетпейді. Қырғызстан жауладық. Монголияны жаулап отырық. Не енді Қытаймен сөйлесе аламыз. Индия. Мен саған ақша жіберем, бірақ бізге тиіспеші, пожалуйста. 114 теңге жіберем. Пожалуйста, только тиіспеш. Жөнде жүріміз біз. Пожалуйста. 200 теңге берем. Мана с легкостью там бомбардировками. Чувак, Андорраны атып алғанда. Болды, Андорраны ұттық. Не? Андорраны ұтып алдық. Не Қазақстан жер?
Не. Енді біз Испанияны жаулаймыз ба? Португалияны жаулаймыз ба? Португалия. Ой, кішкентай ел не үшін керек? Біз барлығын ұрлап алмаймыз ба? Вот, ұрладық, вот қой бізге не керек жүргені. Қырғызстанды ұрлап кетеміз, Қырғызстан ограбить. Болды ғой, вот, грабеж істедік. Уе, анық секси ба, блядь. Индия. Ойынды қайттан бастаймыз. Бізге Индия атака жасамау керек. Сол үшін атака жасамау үшін бізге бірінші бізге бірінші Түркменистан жаулаймыз. Түркменистаннан кейін Монголиядан кейін Қырғызстан. Енді соған біз Қырғызстан жаулаймыз. Үш жақтан жаулғанбыз ғой, ал Индияны біз ақшаға сатып тастаймыз. 50 теңге беремін. 300 теңге беремін. Отыз екі 5. Көмектеспеш. Қырғызстан жауламадық. Жақсырақ демалыс көрейік десеңіз. Хотя бы Түркменистан жаулауға көрейік. Жоқ, біз олар қалдыра алмаймыз. Ойынды қайттан бастаймыз. Керек емес. Бірінші маған ақша жинай беруіміз керек. Бірінші мұнан жауабыз. Переходчиктер өткереді керек. И бомбардировка. Бірінші Монголияны жаулаймыз. Жауладық Монголияны. Атака жасамайсыңдар ғой, поддержка, сувениры. Просто представьте, послушайте. Просто не напади. Точки саки. Составим загрыз. Өзбекстан жаулаймыз ба? Спокойно поднимись. Ой, спокойно поднимись.
либо саған хана болады, либо саған диверсия жасайды. Идет. Диверсия. Ботсан диверсия бар. Асан Индиясы самсына диверсия. Тағы да. Ойынды қайттан бастаймыз. Біріншіден біз Индиямен согласие жасауымыз керек. Пакт о ненападение жасаймыз. Пакт о ненападение деймін саған. Пакт о ненападение бір год. Жоқ. Начать заново. Короче, біз бірінші Монголияны жауаймыз. Монголиядан кейін неге Португалияны жауа алмайды екенбіз? Португалияны жауайық та. Португалия сол мықты емес бар ғой. Осы да жетеді. 792 бір Португалияны жауу үшін бе? Бірдеңесі керек бар ғой. Естейміз ба? Не керек? Не береді мынау? Не береді? Так, начать заново. Завершить. Бірінші біз мына государстволарды жауабымыз керек. Бірінші Өзбекстан жауабыз. Өзбекстан ұнамай жүр бар ғой. Мына Өзбекстан жауы үшін маған 384 не керек емес шығар енді. Танк, пушка бар, көп керек.